Адамның жасаруының құпиясының сан алуан атауы бар. Дірілдек, іркілдек, тоңазыма, тоңба, холодец. Буындарды, иммунитетті нығайтуға көмектеседі, метаболизмді жақсартады, коллагенге бай. Сиырдың алдыңғы сирақтарын алдым, тұзды суық суға, суық жерге бір түнге жібітіп қойдым. Кейін бір қайнағаннан кейін суын төгіп, тағы таза су құйып қайнаттым. Көбігін алдым, енді баяу отта 4 сағат қайнаттым. Уақыт өте сәбіз, пияз, лавыр жапырақ, қара бұршақ, бұрыш қостым, тұзын тұздадым, тағы 3 сағат баппен баяу отта қайнаттым. Кейін сылынып тұрған сирақтарды шығардым, құнарлы сорпаны сүздім. Ет сіңірлерден өзде сылынып тұрған сүйектерді ажыраттым. Жартысын қолмен де турап, блендерден де балалар үшін майдаладым. Ып-ыстық сорпаға сарымсақтан қостым, енді шұңғыл тарелкеге қалаумызша безендірдім. Сәбіз, аскөк еттерден қостым, құнарлы сорпадан құйдым. Суық жерге бетін жауып қатқанға дейін қойдым. Буын сырқырамай, сүйек қақсамай, иммунитет көтеріліп, сіңір тартылмай, бірақ бет тартылып, тырнақ пен шаш ажарланып жүрсін десеңіз, дәл осы тағамды жиі жасауларыңызға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.